Хайырлы күн біздің YouTube каналдың көрермендері. Хайырлы күн тағы да сіздермен мен Төребек. Бүгін біз енді Арал қаласындамыз. Арал қаласында бүгін бір керемет ғимараттарды сіздерге таныстыратын боламыз. Яғни обзор жүргіземіз. Яғни бұл Арал қонақ үйі. Арал қаласында кез келген қонақ шетелдіктер болсын, бұл қонақ үйге барлығы тоқтайды өткен кезінде қонақ жақын жерде теңіз болған. Қазір өкінішке орай теңіз жоқ, бірақ енді ғимарат қалған. Ғимарат жақын арада күрделі жөндеуден өтті. Қазір бұл 4 жұлдызды қонақ үй. Не себепті 4 жұлдызды өткені, ол 4 жұлдызды? Ішке барып көреміз, не үшін 4 жұлдызды екен? Кірер аузымен есіктің алды, мынандай бір тастармен, мынандай мраморный крошка деймін, осындай нәрсемен істелінген нәрсе. Жақсы. Лестница, парковкалар бар. Машинаға келген қонақтарға есіктің алдына әр машинаға брусчаткамен төселген. Жақсы өте. Есіктер енді андай әдемі келген гостиница. Енді көп гостиницаларда болады, мысалы, айналып тұратын есіктер, жақындағанда былай өзіне-өзі ашылатын есіктер. Біз енді әзірге алды жақсы болады. Алдағы уақытта кім білді, мүмкін ол да болып қалар. Ішке кеттік, онда көрейік. Мынау кірер ауыз, холл деп айтамын, холл. Дауыс деген. Мынандай әдемі не деп айтады? Картинкелер сондай тұрады, мына картинка емес. Енді ертең қоятын жерге диван қойылады, бұл әлі ашылған жоқ. Диван қойылатын болады, жерге тағы бір нәрселер таныстыратын, жаңа бір нәрселер, плакаттар нәрсе ілініп болады. Алдағы уақытта көріп жатамыз ол нәрсені, бірақ іші деген сап-сау. Біздің Аралда білет қазіргі кезде түске дейін 30, түстен кейін 45 градус. Ал мына жерде жоғарымен 15-20 градус болды. Жақсы. Кірер ауызда кірген кезде бірден кухня емес, столовый жоқ, кафе болады. Шағын ғана бірінші жерде осындай кафе бар, яғни келген қонақтар таңғы ас ішуі, түскі асты міндетті түрде емес. Бұл кафе жалпылама ашық. Столдар не сияқты не жаңа қазіргі шығып жатқан болашақтың машиналары бар ғой, соны сиденген сияқты. Саламатсыз, сәте қалайсыз? Аман есен күшті бар. Мына орындық отырып аласың. Мынау әйнек. Тамақ жеп сөйлесең айналады, Арал қаласынан қарап тұрасың. Әйнек. Енді қазір 1 метр араға шықтық. Мына былай қылып жылыншылық осылай тамақ ішеміз қазір енді. Осылай аламыз. Көрер енді. Қалаға ғой жаңағы. Қолына кофе соқталып аласың, жерге келесің, ашып тұрады көрмедім, қарап тұрыпты, қаланы қарап, не болып жатыр екен деп, не істеп жатыр жүріпті. Жақсы. Неге жақсы? Ал егер отырып тамақ ішпеймін десеңдер, тамақ ішкім келмейді, шай ішіп кетемін. Саламатсыз? Қалайсыз? Жақсы ба? Шай ішіп кетемін дейсің, мынандай орындар бар. Мынадан құламандар енді. Яғни салып қоясың да. Бұл да кинода да болады, мына жерде бармен тұрады, бір нәрсе стаканды лақтырып ұстап аласың. Ішесің да. Мынау енді астын бұрмайды енді. Өзің бұрыласың былай, сосын былай қарап отырасың. Кім бар екен? Қалай болып жатыр енді. Бірақ жақсы емес болды. Аяқ салып отырасың. Мына жақта бармен стойкілер бар. Осы кухня кішігірім, шағын ғана. Әдемі. Ал мына жаққа келеміз. Міне қолды осында тұр. Міне диван. Оператордың заттары. Мына оператордың заттары. Бұл жерге жаңағы мысалы бастықтарын мына жаққа жатқызасың да өзің күтіп отырасың. Я болмаса бір деловой встреча дейді, сондай түрт соғып, осы жерде отырып түрт соғып деппін ғой. Шешіп тастауға. Бұл жерде әйнек, бәрі әйнек өйді негізінде. Бәрі көрмеді. Отырасың, әңгіме айтасың, телевизор босып тұрады, кондиционер үстіне босып тұрады. Қарап отырасың, ана жерде диван бар. Дивандар бар,
одан кейін ресепшн деген бар, ресепшн бар. Кез келген ресепшнде гостиницаның қонағы сағаттар толып тұрады ғой, мен ойлайтын не үшін екен деп. Сөйтсем сол жерде тұрған адам мысалы ұшады, бірден шетелге ұшатындар бар емес пе? Мысалы біздің Арал қаласында жерде так өкінішке жазылмаған, бірақ енді жобаластыру болады. Біріншісі біздің жергілікті уақыт, қазір біз 1 сағат кейін қарай жүрдік. Екіншісі енді мынау 12:05 қалған екен, бұл енді Астананың уақытысы болу керек. Астананың уақытысы. Одан кейінгі 9:05 қалды. 9:05 қалды. Москваша, көбінесе Москва болады. Сосын Нью-Йорк. Көбінесе гостиницада болады. Нью-Йорк, Москва, біздің Қазақстан. Сосын тағы білмеймін, сондай болшы. Мен мына жерге қарап тұрып, 1 сағат қарайды, мен жұмысыма жақындап қалып кетуім керекпін деген нәрсе сияқты. Бұл жерде 3 түрлі номерлер бар. Стандарт, твин және люкс. Твин деген шынын айтайын, мен өзім бірінші рет естідім. Не үшін твин? Қазір көреміз. Ресепшн бірінші этажда аралаймыз. Бірінші этажда бізде не бар екен көреміз. Персонал, бұл жерде охранниктер қарап отырады, камера бар. Мына жерде директор, яғни осы ғимараттың директоры кабинеті, бірінші этажда, яғни бірінші этаж бірыңғай персоналдарға арналған. Мына жерге қарасаң, бұл автоматтар. Мына мен десем сөйтіндер өшеді қазір. Бұл жерде де темекі шегуге болмайды. Ешкім темекі шегмейді бұл жерде. Түсінікті шығар, айтпай-ақ. Бұл сол. Мынау бөлмелер, әртүрлі бөлмелер бөлінбесінде ол бізге керек нәрселердің бірі. Конференц зал, ынтымақ зал, конференц зал сөйтіп отарланып қалай. Жалпы енді тек қана осы қонақ үйде жатқан кісілерге емес, жалпы қандай сырттан келген компаниялар мысалы келіссөздер жүргізетін болса, өздерінің продукцияларын таныстыратын болса, осындай конференц зал, конференц залға келіп жүргізсе болады. Шын сосын көресіңдер. Бұйырса. Мына жерде бөлмелер, яғни персоналдарға бөлмелер. Мына жер кабинет деседі болады, сосын яғни іштегі осы жақта қызмет жасайтын, жұмыс жасайтын адамдардың демалыс бөлмесі деседі болады. Мына диванда қарасайшы. Қалаларда болады, кинотеатрларда бар емес пе? Осылай жатып алып кино қарап, сондай сияқты болады. Не деген біздің арқамызға тимей тұр. Яғни бұл міндетті түрде жатамыз. Бір ұйықтап аласың ғой, ондай тұрды. Так, мына жақта прачечный дейді ғой. Сосын қызметкерлердің киінетін бөлмелер, киім ауыстыратыны бар. Жалпы сондайлар бар. Бұл бірінші этаж. Коридорды қарашы. Ана жерден бастап тұршы. Кино ужас фильмдер болады, коридорды айналдырып. Ужас кинозалдай деген сондай сияқты кетті. Біз енді Арал қаласының кішкентай ауданбыз. Бізде енді үлкен қаладағыдай енді көп нәрсе бола бермейді, бірақ енді мүмкін біреуге жаңалық болуы мүмкін, біреуге жаңалық болмауы мүмкін, бірақ бұл қуантатын нәрсе деп мойындаймын. Лифт! Баспалдақпен жүрмейсіңдер. Заттарын тасып сен тек кнопканы басасың. Мә. Beatles to yesterday. Лифті көтерілген бәрін іштерін әжібіре салама. Бұл жерде 13 адамға деген сияқты.
естідің ба? Естіп тұрмын, бұл Битлз тобы естіді, домбырамен тартқан әдемі. Айналып жүре бересің. Бізде енді 4 этаж гостиница, 4 этаж түсесің, жақын. Айтады бір шеша жау тоқтағанын. Естілемген? Үшінші қабат. Отырыс болмаса, бізде бар ғой, светофор бар емес, ішінде бір қыз. Өтіңіз, кіріңіз деген сияқты сол. Мен жарыс басып қойдым, бәрін білесіздер ғой. Бірінші стандарт нөмірлерді көрейік. Қалай болатын? Мынау лифттің іші, айна міндетті түрде шашын дұрыстап істеп аласың. Тереп тұрасың. Екінші қабатқа келдік. Екінші қабат, мына жақта лестницалар. Өзіміз. Екінші қабат номерлер, мына жақта номерлер. Ашық па? Абылай кіріп тұрген. Біреуін көрейік. Стандарт номер, да? Стандарт номер. Шкаф. Шаштарын салып қоясыз. Киімдерін сіліп қоясыз. Костюм барған кезде. Сейфке қаража жаңағы құжаттарыңызды, ақшаларыңызды салып қоясыздар. Кодын ұмытып қалсаң. Енді бізде көбінесе сейфке сала бермейміз, біз көшіктің астына, болмаса сумкаға саламыз. Өзіміз бізге ұстап жүрміз сумкадан. Орындық, холодильник. Бұл жерге салынған жоқ, бірақ негізінде әр холодильниктің ішінде заттар болады. Сулары болады, чипсилар болады, шоколадтар болады, барлық нәрсе болады. Телевизор, кабельге қосылған телевизор, міндетті түрде телефон, ресептинге болмаса қалаға хабарласатын болсаңыз заряд кетіп қойсаңыз. Мына жерге жұмыс жасайсыз, телевизор қарайсыз, холодильникті бір рет аласыз, ішесіз. Вот сондай нәрсе. Одан кейін келген кондиционер міндетті түрде. Одан кейін стандарт нөмірде 2 адамдық ночникте болады ғой, сондай нәрсе ночникте. Матрасты қалды қар. Міне матрас. Біз көбінесе нандай матрастар. Біз матрасты жемейміз ғой, біз көрпе ғой. Мына қара матрас, мына матрастың үстіне жатасың. Одан кейін мына жақта әр бөлмеде өзінің душевой болады. Душевой нәлері, қол жуатындары, сабын, мына жерге розетка бар, сапалы. Бұл жер ілініп тұрады, халат, сүлгі барлығы ілініп тұрады, өйткені бұл ғимарат әлі ашылған жоқ. Біз біріншілердің бірінші болып кіріп жатқан шығармыз. Біріншіміз енді съемканы бірінші жүргізіп жатқан біз екен. Рұқсат берді. Мына кішкентай светтер бар, жуынасың, мына жерге келесің, мына жерге келіп, мынау өзің тұрасың, ол стандарт, ешкім көрмейді, бұлай жуынып аласың, шығасың, мына жерге отырып аласың, қайттан тағы жуынып аласың, шығасың. Шағын ғана бөлме, стандартының әдемі, барлығы керек, чайник бар, чайник ішіп алғанда болады. Біз стандарт номерді көрген болатымыз, біз айтып, 3 түрлі номер бар. Стандарттан кейін твин. Не үшін твин? Көреміз қазір. Өйткені, мынау ақ десе. Жоқ, одан емес. Шкафтар кәдімгі стандарт. Бұл жақта да сейф бар, вешалкілер бар, ілетін заттар сақталады. Міне, осы үшін твин. 2 кроват, бөлек-бөлек. Яғни фикс деген шоколад білеміз ғой? Отдельно, бөлек-бөлек түрінде. Сол себепті твин деген 2 бөлек-бөлек түрінде. Бұл жерде розетка, светтері бар, холодильник, чайник, міндетті түрде кружкалерлер бар. Телефон бар, телевизор, розетка, терезе, ванна бар. Міндетті түрде ванна, мынандай мына жерде шампунь, гель для душа. Негізі шампунь пайдаланады, гель для душа ғой. Я болмаса шампунь жуынасың да, соны араластырады.
сабын, зуны чөшті қасылай. Бұл міндетті түрде тапчики болады, халат болады. Бұл міндетті түрде болады, мен стандарт нәрселер. Так, міне кеттік. Міне тапчикісі тұр. Стандарт номер болған, стандарт номер. Одан кейін стандарт номер деген жаңа біз твин номеріне барған болатын. Твин номер деген біз айтып енді люкс. Люкс номерлер қандай болады екен бұл жақта. Люкс ғой. Мына жерге отырасың. Айтасың. Почти кухня. Мына жерге салат бір нәрсе турайтын, кіріп төлеп тастайсың, мына жерге нәрселер қосасың, жуасың. Шкафтар. Мына шкаф. Мына жерге бәрі ыдыс-аяққа толатын болады. Сосын мына жерге завтрак төменгі кафеге түспей, өзің завтрак істейсің. Ужин осы жерде істеп алған. Тамақ жеп аласың. Әйген бұл жерде. Столдар. Так, ванна комната. Ванна комнатында люкс болғаннан кейін бұл жақта шама үлкендеу болады. Душевой үлкен даже. Душевойда үстінен де бар, сосын мынау бар екен. Душевой кеттік. Так, душевой стол. Так, мына жерде шкаф, айна бар, полный рост. Вешалка, біраз зат сияқты, сумканы мына жерге қойып қойса да болады, үстіне заттар болады. Люкс болғаннан кейін екі бөлме, жуынатын бөлмеге, мына жер холл десе де болады, кухнясымен бірге, телевизор барлығы тұрады. Жатын бөлме болады, спальня. Мә, спальня. Матрасым үшіп бітті қой бәріне. Стандартта мынандай, твинде мынандай, люксте мынандай. Бұл жерде үлкен двухспалка де. Двухспалка. Кресло. Телевизор үлкендеу, одан басқа комнаталарға қарағанда үлкендеу. Люкс болған холодильнигі бар. Рабочий стол десе де болады, жұмыс жасайтын десе. Телевизор қарайды, кондиционер, міндетті түрде кондиционер. Мына жақта да кондиционер, екі бөлмеде екі кондиционердің. Екі жақта лампы бар. Зарядный өзі екі розеткілер бар. Міндетті түрде кез келген жерге барғанда сотка зарядтайтын розеткілер болу керек міндетті түрде. Қазір біз розеткіге сонымен ұйықтаймыз. Матрас. Ешкім жоқ па. Андай нәрсе болады, қаладағыдай ше. Қаладағыдай ұйықтап жатасың. Ұйықтап жатсың. Басасында ресепшн звондай. Алло. Завтрактаймын, хорошо. Тұрасың. Кейін киіп аласың, өтіп нәрсені әлде жаңа үстіне халат нәрсе киіп аласың. Кинодағыдай өзің елеседі. Өйтіп, мына жерге келіп ашып бересің, аржан дым жоқ десе. Жоқ, дым жоқ міне қарасаң. Міне құрылыс жүріп жатыр мына жақта, құрметті достар, болашақта Арал қаласында закрытый, жабық түрде бассейн. 25 метр ұзындығы. 25 метр. Ені 6 метрдей болады, 3 полоса болады, 3 қабатты спорт комплексі де болады. Ішінде тренажерный зал, бассейн, тағы басқа нәрселер де болады. Банялар болады, массаж, врач, бәрі болады уже. Бұл тек қана бұл гостиницаға тұрған адамдарға емес, жалпы халыққа да пайдалануға беріледі. Сол себепті болашақта бұл жерде үлкен құрылыс жүріп жатыр, бастап қойған екен. Осы жылы құрылысты бастаймыз, үлкен гостиница болады. Зато сол кезде жаңағыда мен тұрып, ұйықтап, былай келіп, ашып бергенде алдында бассейн тұрады. Прям осы жерден секіріп түспейсің, зато төмен қарай лестницамен түсіп, бассейнге сүңгіп аласың. Сосын кетесің. На стол енді бізде болады ана көбінесе телевизор ортаңғы бөлмеде болады. Тамақтың бәрін тасып, телевизордың алдына қойып қоямыз, сондай нәрсе ғой. Номер бәлік.
жылжытып аласың, ешкім жоқ. Людвиг Черный көрінді. Людвиг Черный бар ғой, бүйтіп тұрады да. Қайсыз планша салмын, ешкім жоқ та. Жылжытып жазатындар бар. Бұл андай, мына жерге вино қойып қоясың. Тексеріп көресің, вино қойып қоясыңдар да. Төгіліп қалуы мүмкін. Өтірік айтам, төгіліп қалуы мүмкін. Шашып кеттік. Пожарный бар. Темекі шегуге болмайды. Так. Бұл жақ матрасын секіріп болдық. Тағы да бір люкс. Люкс. Бұл бөлме үлкендеу екен шамалы. Үлкендеу шамалы. Жаттап алыңдар, мен сыртына қараш. Егер келіп жатқандар 202-ні беріңдер де. 202 үлкендеу люкс. Кірген кезде шкаф, айнасымен жаңа заттарды қойып аласыздар. Кеттік жуынатын бөлме. Бұл жерде сондай халат сүлгі барлығы ілулі тұрады. Жаңа айтып өткендей, енді ашылады. Душ неге айна көріп қалады деген. Бұл жерде өзіміз түседі. Айна креативный болады. Қудыртып дейді, қаладағыдай болды нәрсе. Бұнда су ағарлығы тексеріп. Бұзой суой. Жай ыстықсыз қой дейін. Фен бар, андай нелер болады, заттар болады. Қойылады бұл деген. Үлкен кухня десе де болады. Газ жоқ, өйткені бірақ қазір фастфудтар көбінесе салат сондай турайды болсаң да жерде істеп аласыздар да. Мен ыдыс-аяқтар болады, мына жерге 4 адам диванды жылжытып аласың да 12 адам отырасың. Бұл жақтың терезесі қалаға қарап тұрады. Бірақ көрсетпей қояйын десе, қала әдемі расында. Біздің жақсы ғимаратта салынып жатыр. Бұйырса бұл жерде әдемі көрініс пайда болады. Даже көрініс бар. Талдар бар, тал жоқ, тал бар бұл жерде. Кірер ауызды жақ көрініс үлкен талдар. Ал енді жатын бөлім спальня дейді ғой. Спальня. Дайындалса болады. Жарысқа барғанда бар күністі 10 адам сондай барасың ғой. Мына жерге жетекшілер жатады. Примерно үлкендер жатамыз. Сосын мына жерде ойыншылар жатқан жібереміз. Жаңаларын көріп мына жерге төзе беретін күйіп болмаса осы жерде шимішкі сатасың, ойын ойнайсың, мафия ойнайсың, сондай нәрсе. Бұл жерде де холодильник, телефон, телевизор, әдемі кондиционер бар. Мына шкаф. Бәрі мынандай шкаф бар. Бұл да киім ілетін. Көріне ма? Сейф. Салып қоясың. Есігін жауып тастайсың. Сосын ұрлайтын адам көтеріп кетеді, тап кетеді. Шкафтар, кресло, үлкен. Үлкен зет кәдімгідей. Ана жаққа қараған. Ағаш. Шай ішіп отырасың да. Ішім пысып кетті. Демалам дейсің да. Сөйтіп тұрасың да. Жүгіресің. Осылай ұйықтап қаласың сосын. Жинап қойып. Бұл міне халат. Біз енді ең бірінші барынша басында қалаға жарысқа барғанда сүлгіні шатастыратынбыз. Оказывается, мынау аяқ бізді тұрған душтан шыққаннан кейін бүйтіп жайып қоясың. Аяғын осыған қойып сүртесің. Мынау бет сүртетін, мынау ванны сүргі киен. Мойындаймыз, біз білген жоқпыз басында. Мынаумен де сүртіндік. Сосын барып қазір шүкір біраз гостиницаны көрді. Жарыста барған кезде мынаны аласың да бірден жай жібересің. Аяғын сүртесің. Мынаумен бетін жуап, мына қалады. Сосын жаңағыда секіресің. Ол әдетті әлі қойған. Мына жерде примерно заттарыңды қоясың ғой. Чемодан, үлкен чемодандар болады ғой. Чемоданды болмаса оборудованиемен съемочный группалар келген кезде камера не сол ширек болып қойып алады. Әртүрлі заттар. Мына жерде отырып, дүмбілеп отырып, шкаф. Людвиг Черный. Номердің барлығын көрсетіп болдық. Стандарт, твин, люкс. Әр этажда стандарт нөмірлер де бар, твин нөмірлер де
Twix деп жатырмын. Люкс номерлер бар. Ол әр этаж 4 3 этажда. Бірінші этаж персонал, бірыңғай директор, охранник, осы үшін қызметкерлері солар орналасқан. Екінші, үшінші, төртінші этажда бірыңғай осындай номерлер. Екі лестница, пожар лестница деп жатыр. Біреуі ортада мына жақта лестница. Төмен қарай жоғары түсу болады. Екінші лестница лифт жақта, жаңа лифтін көрдік, сондай нәрсе. Енді қаншадан болуы мүмкін? Стандарт номерлер күніне 12 теңге. Завтрак ішіне кіреді. Твин жаңа Twix деген номерлер 15 теңге. Екі адамнан завтрак кіреді оған. Одан кейін люкс күніне 20 теңге. Жаңа айтып өткенде люкске тоқтаған адамдар ертең бассейн салынғаннан кейін бассейн тегін. Тегін барып түсе бересіз. Люкске орналасқан адамдар. Міне интернет бесплатно, телевизор кабельге қосылған отауға. Одан кейін так болды. Біраз нәрсе аралған сияқты, 3 түрлі номер, гостиница, бұйырса ашылады жақын арада. Мынау пожарный қойылатын, бұндай болмасын дейміз. Бірақ стандарт бойынша міндетті түрде болу керек заттардың барлығы бар. Біз жаңа лифтімен көтерілдік, лестницамен түсейік. Жаққа қарай лестница. Бұл лестница жоғарыға көтеріледі. Жоғарыға қарай көтерілеміз. Барлық жерде темекі шегуге болмайды, тәртіп сақтамайтын темекі шегуге тұратындар. Бұл жақта балкон жоқ, сосын темекі шегетін арнайы орындар бар, сол жаққа барып темекі шегесіздер. Жоғары көтерейік. Мен қазір аралды жоғарыдан көрсетейін болады. Бұл бір жағын түсірген, басқа жағы да бар әдемі. План. Қонақ бөлмесі, қызметкерлер бөлмесі. Бұл жақта да қызметкерлер бөлмесі. Дұрыс расында. Әр этажда жаңағы заттар болады, бөлмелер тазалайтын соның заттары болады, әжетхана болады. Шаруашылық бөлмесі бар. Әр этажда шаруашылық бөлмесі бар. Бұл біз 4-ші этажда. 4-ші этажда жаңағы стандарт номерлер. Люкс, твин, стандарт. Енді лифтімен түсейік. Бірді бас жіберіп қоясың ба? Музыка тыңдайық. Музыкамен. Бәрі айна. Қайда қарасың ба? Еще музыка ойнап тұр. Іші салқын. Лифтіге келіп, естіді тыңдап кетіңіздер. Жақсы боласқан. Міне осы Арал гостиницасының осы бұйырса 1 маусымнан өз жұмысын бастайды. Сіздерді Арал қаласында күтеміз.